Ассалаумағалейкум, плов дайындаймыз. Ең алдымен күрішімізді жуып, аппақ етіп суға салып қоямыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, суы тартылғанша бетін жауып қоямыз. Суы тартылғаннан кейін үстіне жуамыз салып қуырып 5 минуттай, үстіне морковымызды салып 5 минут қуырып, нутымызды салып, тұзын, бұрышын салып, үстіне суымызды құйып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минуттан кейін күрішімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, зирамызды салып, 5 минут қатты отта қайнатамыз. Суы тартылғанша. Суы тартыла бастаған кезде осылай қасықпен тесіп шығамыз әр жерінен. Енді салафанмен бетін жауып, үстіне қақпағын орамалмен орап, осылай 25 минут жай отта пісіреміз. Осымен пловымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.